Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Әйгерім каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге қазақтың ұлттық тағамы, яғни тәттісі қызыл ірімшіктің рецебімен бөлісемін. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыз. Каналға тіркеліп өтіңіздер. Менің арнамда түрлі дәмді және тәтті тағамдарды таба аласыздар. Алдымен каналға тіркеліп, қоңырауша белгісін баса кетіңіздер. Енді бастасақ, алдымен кастрөлімізге 3-2 пайыздық 2 литрлік сүтімізді құйып аламыз толықтай. Бұл жерде мен 2 литр сүт құйдым, ал сіздер қалауыңызға қарай 3-4 литр сүтпен жасасаңыздар болады. Отымызды, яғни газ пешімізді қатты отқа қойып, сүтіміз қайнағанша бетін жауып, толықтай асты-үстін араластыра отырып, толықтай бұрқылдатып қайнағанша қайнатып аламыз. Дәл осылай сүтіміз бұрқылдап қайнайды. Сол кезде ашыған айран болмаса балғын айран қоссаңыздар болады. Бұл жерде мен ашыған қолдың айранын қостым. Сіздер өз еркілеріңізге қарай балғында айранды қосуға болады. Бетін жауып, тағы бір рет бұрқылдағанша бір қайнатып аламыз. Дәл осылай қайнап бұрқылдап қайнаған кезде өзінің сары су бөліктерінен бөлініп шығады. Менің арнама тіркеліп өтіңіздер. Арнада түрлі дәмді тағамдардың рецептері бар. Дәл осылай бұрқылдап қайнаған соң бетін жауып 3 сағат көлемінде тағы да қайнатып аламыз. Міне бізде 3 сағат көлемінде қайнады. Дәл осылай қайнаған кезде сары суы бөліне бастайды. Егер де сізде сары суы бөлінбесе, айранды аз қосып қойдыңыздар деген сөз. Айранды аз қосып қойсаңыздар, тағы да кішкене жарты кесе айранды қосып қайнатсаңыздар болады. Бұл жерде менде толықтай қайнап болған соң 3 сағат өтіп құмшекерімді салдым, яғни шекерді салып, тағы бір рет бұрқылдатып қайнаймыз. Сол аралықта дәл осылай қайнаған кезде біздің ірімшіктер өзінің сөлінен бөлініп, дәл осылай өзі ірмек-ірмек болып бөлінеді. Бұл бізде уже қызыл ірімшігіміз дайын болып қалды деген сөз. Міне көрдіңіздер ғой, видеода бәрі анық көрінген. Менде пароварканың осындай өзінің торы болды. Сол торға сүзіп, яғни дәл осылай мәрлімізді жайып, сүзгімізді салып, толықтай дайындалып аламыз. Содан соң массамызды осы мәрліге салып, суынан ағытып, яғни суын сығып, мәрлімізді жауып, толықтай бетін қатты басып қоямыз. Яғни қызыл ірімшігіміздің соғы толықтай ағу керек, суы толықтай бойынан бөліну керек. Бұл жерде мен 5 литрлік, 2,5 литрлік қаймақтың шелегінен 2-ін қойып, толықтай үстін бастырып 3 сағатқа қойдым. 3 сағатта қойылған соң, дәл осылай бізде қызыл ірімшік дайын болады. Менімен бірге дайындап көріңіздер. Өз ойларыңызды, жеке пікірлеріңізді маған жаза кетіңіздер. Сіздермен болған Әйгерім. Үйлеріңізге, отбасыларыңызға дәмді қызыл ірімшікті үйлеріңізде үй жағдайында жасап көріңіздер.